Kimsin? Balama kız var. Kimning? Na büpeni adı. Kimet büpema balama. Qiz ғой endi mına жатқан. Balama Аты qiz кім? басыңыз. Аты Аймара. Sizin atыңыз кім өзі? Ойбай, келмей атып, Менің ұрсып атсыз атым сіз. Айшат. Ойба, достар, мынан няня келмей атып бізге айналайына ұрсып атыр. Отырыңыз, асықпаңыз, танысайық, келіңіз. Аймара, жата ғой. О, жаным. Сәлем, достар. Достар, біз бүгін Аймараға няня жалдайын деп жатырмыз. Қазір Аймараға хабарлама бердік, няня келсін деп. Бірақ енді мен соны бірінші көріп алайын деп жатырмын да, қандай няня екенін. Оған дейін достар, біздің каналымызға лайк басып, Айшат Аймара каналына тіркеліп, күшті комментарийларыңызды жазып отырыңыздар. Қазір енді няня келу керек. Көреміз енді қандай няня келетінін. Ойбай, няня келді. Тоқылдатып жатыр, иә? Қой, ашайын есікті мен. Сен арда отыр, Аймара. Қазір няня келсін, кіргізейін. Сосын танысатын боламыз нянямен. Кім? Няням ашыңыз. Ойбай, достар, няня кепті. Кіріңіз. Жүріңіз. Кіре беріңіз. Ойбай, достар, нянямыз келді. Аты kimsin? Balama kız var. Кімнің? На büpeni adı. Kimet büpema balama. Қыз ғой енді мына жатқан. Балама Аты қыз кім? басыңыз. Аты Аймара. Сіздің атыңыз кім өзі? Ойбай, келмей атып, Менің ұрсып атсыз атым сіз. Айшат. Ойба, достар, мынан няня келмей атып бізге айналайына ұрсып атыр. Отырыңыз, асықпаңыз, танысайық, келіңіз. Аймара, жата ғой. О, жаным. Айналайын няня, менің қызыма қарайтын няня керек. Енді сіз асығыс емес шығарсыз, иә? Достар, бізге білмеймін, енді өзінше бір няня келді. Қазір көреміз, танысамыз. Ойба, істеп атсың қарасайшы бұның. Ойла, қазір өзінше няня екен енді барынша. Бұл ма? Бұл қыз ғой енді. Шашы қысқанан. Ойбай, енді шашы енді үсіп атыр ғой, кішкентай бөпе ғой әлі. Қатырады екен сізде, иә? Әңгімені. Сумкамды қаяққа қойын, найдырма. Білмеймін, енді қоя беріңіз, жаныңызға қоясаңыз. Қалаған жеріңізге ешкім тиіспейді, уайымдамаңыз. Аты кімнен? Аты Аймара. Шашы қысқа екен. Енді сіздің шашыңыз ұзын. Бұның шашы енді бөпе ғой әлі, енді өседі ғой. Құдай қаласа, кішкентай ғой әлі. Енді сіз бұл қызға қарауыңыз керек, жылатпауыңыз керек. Мен кеткен кезде қазіргі нянялардың бәрі ұрып соғады екен балдарды. Сосын қорқып отырмын. Енді білмеймін, көреміз. Сізді Аймара дедім ғой, жаңа ғана айттым ғой. Танысыңыз. Түрі енді сүйкімді, иә? Өзімізге ұнайды түрі. Сізге ұнап тұр ма? Жоқ, түсіп қоймайды. Жаңа ғана неғып қойған, кішкене бүлдіріп алған, бірақ памперс киді, иә, әлі. Үсті немене бәрі кір. Қой, кір емес, просто андай не ғой, суреттері не дақ түсіп қалған ғой, кетпей. Кішкентай бөпе ғой енді әлі бұл. Жаман ұрсады екенсіз. Ойбай. Енді неғып ұрсып атсыз бұған? Енді сіз бұған не істейтінін білесіз ба өзі? Көтерме, болмайды. Ойбай, Аймара аяғын түсір дейді саған, ұрсып атыр. Жылай ма? Жылағанда енді сіз тиіспесеңіз жыламайды енді. Әпшелері қайда? Енді Апасы қайда? Ағасы қайда? Атасы қайда? Апасы қайда? Енді бәрі өзінің үйінде ғой. Әпшесі неге кеткен? Сабаққа кеткен. Енді ешкім үйде қарайтын адам жоқ. Сосын сіз жалдап отырық қой біз. Няняларды шақырайық, танысайық, қарасын деп. Енді сіз бұған тамақ... Сумкасын албаған? Енді ойнайды да, үйдегі ойнап жүрген ойыншығы ғой. Ойла, түріңіз не болып кетті? Тажымнан қала шыққан. Ойбай. Енді бұған өстіп отыра бересіз ба? Бөпенінен таныспайсыз ба? Аты Аймара. Ішіп қоя ма? Ішіп қоя ма? Жоқ, памперсі бар бұтында. Енді сіз бұған тамақ беруіңіз керек, мен кеткен кезде. Иә, енді. Толық сөйлемейді енді, кішкене сөйлейді.
Бірақ ұрмауыңыз керек сіз бұны. Кекілігі неше өсіп кеткен наның? Енді өсіп жатыр ғой жай. Тамағын беруіңіз керек, сабақ кішкене үйретіп, ойнатуыңыз керек сіз бұны. Білесіз бе? Қайда кухнаңыз? Мынау нешеде? Бұл енді 2-де әлі өзі тамақты іше алмайды. Қаяқта істейсің өзі тамақтарды? Енді тамақты кухняда істейміз ғой. Бара, әкел тамағын. Тұр. Әкел. Өлі. Ай, бұны өйтін яғы жұмсап атсыз? Ай, бергел. Ай, бергел. Өлі, сіз оны қорқытып жердіңіз ғой? Келе ғой. Жоным кел. Өлі, мұнда зомби болып кетті ба? Бір нәрсе болып кетті ғой, қорқып кел, жөте ғой. Жөте ғой. Ай, сіз бұны, мен сіз қарасын деп атырым ғой, бұны жұмсап жүргеніз. Күйіп қалады бұл қазір. Пышақ ұстап қойсан істейміз. Өлі, сіз қатырады екенсіз, е? Тамағын өзіңіз беруіңіз керек, білесіз бе? Білем. Тамақтары қайда? Қандай тамақ жеді бұлар? Болмай енді манегаша жейді, алма жейді, сорпа барлық тамақты іше береді. Банан ше, банан. Банан жейді. Ойыншықтары қайда? Кітабы қайда? Енді ана бөлмеде олардың бәрі. Ап келейін ба қазір? Өлі, сіз Әкешпәрі. Мама, сіз ұрсып сөйлейді екенсіз, мен қызым қараңызшы, сізден қорқып жатыр. Қайш? Өлі, сіз өйтіп не істемеңіз. Менің қызымды қорқытпаңыз. Сізге қалай сені тастап кетемін мен енді қазір қызымды? Масқара. Қорқынышты екенсіз сіз. Сіз енді негізі мода көрсетуге келдіңіз ба, жоқ әлде балаға қарауға келдіңіз ба? Екеуінде де. Бай. Бізге мода керек емес, бізге негізі бірінші балаға қарау керек. Мынағы жатсын мынау бөпенің. Тисе бермекші, шашына не қылды сізге шашы? Мама тұрда. Ойбай, сізге ұнамаса енді неменен істейміз? Достар, енді мен қазір кітабын ойыншығын әкеп берейін. Няня жаман ұрсыға екен, бізге что-то ұнамай тұрған сияқты ше негізі. Кітабын әкелдіңіз ба? Иә, мына кітабы. Әліппе ма өзіңнен ал? Иә, әліппе кітап қой, әліппе. Өзіңіз оқи аласыз ба өзі? Математикасыз? Тұре. Чауыңыз. Өлі, жай. Жұлқымаңыз. Әй, отыр. Әй, бергел, Аймара. Қорқып қалған ана сізден қараңызшы, қашып кетіп жатыр. Берге. Өзіңіз әке болмасаңыз. Айба, достар. Қорыққаннан Аймара қашып кетіп жатыр ғой. Жай отырғызыңыз. Тұре. Ай, тұр, Аймара тұра ғой. Жоным, қорыққаннан ұйықтап қалып жатыр ол. Ойбу. Дұрса бұқша. Өлі, жұлқымаңыз. Ма емес, ма. Дән. Дұрса бұқша емесін ба? Ойбу, шлей қатта ұрыспаңызшы. Сіз өзіңіз оқи аласыз ба өзі? Сіз өзіңіз оқымаған адам сияқтысыз ғой? Аймара келе ғой. Келе Аймара. Зомби болып кетті ма? Аймара не істеп жүрсің? Қорқып жүрсің ба нянядан? Өлі. Няня, сіз болмайсыз негізі. Менің қызымды қарасаңызшы, қатты қорқытып жібердіңіз. Өлі, сіздің өзіңіз қатыр оқып атқан жоқсыз ғой, масқара. Няня, қоясаңыз әкеңіз. Ойбай, жоны қорыққаннан жүгіріп жүр. Кел, Аймара отыр. Қорыққаннан қашып баратыр. Ей, жұлқымаңыз өйтіп. Өлі, не істеп отырсыз сіз? Өлі, оқымаса оқымай ақ қойсын, айналайын. Не қылыңыз? Табаныңызды жылтыратыңыз тез. Кетіңіз, тез. Қызыңызды жылаттыңыз. Давай, тез кетіңіз. Табаныңызды жылтыратыңыз. Мен табан жылтырап тұр, мен табан тас-таза. Ойбай, мен сіздің табаныңыз айтып жатқан жоқ, мен кетіңіз деп жатырмын да. Кеттім. Кетіңіз, ойбай, бізге керек емес сіз сияқты няня құрсын. Достар, қарасаңдар, қызымды жылатып, аяғында қорқытып, масқара, мынандай няня. Ау, жоным, қазір екінші няня келеді, көреміз, иә? Жоным сол. Достар, мәса, ана няня бір түрлі кенше, бізге вообще ұнамады, жынды ма, бір нәрсе. Иә. Жаным сол, мына қызыма бізге күшті бір тағы няня керек. Енді білмеймін, көп няняға біз хабарландыру бердік, тағы келетін шығар.
Күтіп отырмыз енді. Келсе кіргіземіз. Ой, няня келді. Келіңіз. Есік ашық. Кіре беріңіз. Ай, тағы няня келіп ке жата ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ойба. Мына бала ма? Я, мына қыз ғой, бала емес, қыз. Жаным, жаным. Ойба, танымайтын бөпені сүйе бересіз ба сіз? Түрі секінді екен қызымызды. Сізге ұнады ма бірден? Иә. Ол жақсы екен. Онда отырыңыз, төлетіңіз, танысайық. Сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Кім есіміңіз? Айшат. Атыңыз күшті екен. Мына бөпенің есімі бұл Аймара. Жанымсың. Жасы нешеде? Жасы 2-де. 2 жаста. Шашы қысқа екен. Иә, бәріңіз кеп шашына тесе береді екенсіздер да? Иә, шашы қысқа. Енді сіз бұған жаңа памперс кетіптіна, сосын тамақ берсеңіз, ойнатсаңыз, оқытсаңыз болды. Главное, ұрыспасаңыз болды бізге. Сіз енді шынымен осындайсыз ба, әлде өтіріктен істеп отырсыз ба? Жаным деп. Жоқ, мен шын істеп отырмын. Балаларды жақсы көресіз ба сіз? Иә, мен балаларды қатты жақсы көремін. Мәссаған. Менің қызым уже ұйықтайын деп жатыр қазір. Сіз енді балаларды жылатпайсыз ба? Жаңа сіздің алдыңызда бір няня келіп ұрсып, қызымды жылатып, қорқытып кетті әбден. Қандай няня ол? Білмеймін енді, сіз сияқты хабарландыруды оқып келген няня ғой енді. Сіз жылатпайсыз ба әйтеуір? Жоқ, мен жылатпаймын. Балаларды қатты жақсы көремін. Білмеймін енді, көреміз қазір. Бара беріңіз, мен өзім қараймын, жұмысқа бара беріңіз, мен өзім қараймын. Ойла, енді мен бүйтіп сені отқан жоқпын, білмеймін, көрем енді. Сізбен қазір сөйлесіп болғаннан кейін, сіз бүгінше бара тұрыңыз, иә? Біз өзіміз хабарласамыз сізге. Что-то мен жұмысым бүгін жоқ-ау деймін, демалыс па деп тұрмын да. Ертеңнен бастап қарайтын адам керек бізге. Мен сізге өзім хабарласамын, иә? Енді сіздің білмеймін, что-то шлей қатты балажанмын дегеніңіз бір өтірік сияқты болып тұр, ше? Жоқ, мына жерде қала жоқ менің. Ана няняда бар еді ғой қал, иә? Соны бәрін айтып қой керек қой, иә? Енді бұқтуына сізде бара беріңіз, иә? Сосын мен сізге хабарласамын, иә? Жақсы ма? Достар, Айшаттың няня рөлін ойнағаны қандай болды сіздерге? Ұнады ма? Айшат бірінші қорқынышты біртүрлі няняның рөлін ойнады. Одан кейін өте қатты балажан няняның рөлін ойнады. Ал мына бөпе болды. Сіздерге біздің Айшаттың няня болғаны ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Достар, Айшатты душе Аймара екен қолдап кетейікші, Айшат Аймара каналына міндетті түрде тіркеліңіздер. Бізге қатты тіркеліңдер, лайк бассын. Достар, сіздерге Айшат айтады, лайк басыңыздар дейді, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер. Бізден тағы қандай видео күтесіздер, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Біздің парақшада ақшалай ұстар ойнатылып тұрады. Сау болыңыздар, достар.